Сәлеметсіздер ме достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздермен жаңа сабақты бөлісетін боламын. Оны бөліспес бұрын менің каналым ұнап жатса подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыздар, және сабақты толық көрсеңіз соңғы жағында мен керемет әдіс тәсілмен бөлістім, сол жағын көретін боласыз. Сабақты бір сарында емес, түрлі әдіс тәсілдер арқылы түрлендіріп өту, ол өздеріңізге байланысты. Егер сол әдіс тәсілім ұнап жатса, мен сіздерге түсіндірмесін шығаратын боламын, және ол әдіс тәсілімнің түсіндірмесі осы YouTube каналында бар. Олай болса, жаңа сабақты бастайық. 31-ші жаңа сабақ әліпби. Бірінші жаттығу: өлеңді мәнерлеп оқы. Өтірік өлең. Сүтін сауып торғайдың, жетім тайды өсірдім. Аққу жегі бар баға, бүкіл елді көшірдім. Инеменен жер қазып, су шығардым шөл жерге. Елекпенен құм тасып, бөгет салдым көлдерге. Бұл өлең ауыз әдебиетінен алынған. Балалар, өлең не туралы? Дұрыс айтасыңдар, өлең, бұл өлең өтірік өлең. Сүтін сауып торғайдың, жетім тайды өсірдім дейді. Торғайдың сүтін сауып біз тайды өсіре алмаймыз. Аққу жегі бар баға, бүкіл елді көшірдім. Біз аққуды жегіп, бүкіл елді көшіре алмаймыз. Ол өтірік өлең. Инеменен жер қазып, су шығардым шөл жерге дейді. Біз инемен жер қаза аламыз ба? Жоқ, қаза алмаймыз. Дұрыс айтасыңдар. Елекпенен құм тасып, бөгет салдым көлдерге дейді. Біз елекпен құм тасып, бөгет сала алмаймыз балалар, Ал ендеше екінші жаттығуға қарайық. Тиісті сөзді қойып, өтірік өлеңді көшіріп жаз. Балалар, мына тұрған суретке бірінші қарап аламыз. Ол не? Құрт. Дұрыс айтасыңдар, соған қарай өлеңді ұйқастырып оқимыз. Мініп алып құртқа, өрмеледім бұлтқа, алып келіп айды, көрсеттім көп жұртқа. Бұл балалар қандай өлең? Дұрыс айтасыңдар, өтірік өлең, ауыз әдебиетінен алынған. Сурет атауларының алғашқы әрпін ата дейді. Ол әріптер әліпбиінде нешінші тұр? Қане балалар, қарап атап, нешінші тұрған айтайық. Мініп алып құртқа дегенде қ дыбысы нешінші тұр? Дұрыс айтасыңдар, қ әрпі 15-ші тұр. Бұлт сөзіндегі б әрпі а, ә, б. Яғни 3-ші тұр екен. Ай сөзіндегі а әрпі 1-ші тұр. Жарайсыңдар балалар. Ал енді балалар 3-ші жаттығуға қарайық. Оқы, қалып қойған әріптерді тап. Қане әріптерді бәріміз бірге табайықшы? Ә, а, ә, в, г, д, е, ё, ж, з, и, к, л, м, н, о, Ö, P, R, S, T, U, O. Осылай әріптерді жалғастырамыз. Келесі менің түсіндірме әдіс тәсіліме назар аударыңыздар. Сәлеметсіздер ме достар, қалдарыңыз қалай? Мен сіздерге көбінесе сабақты түсіндіріп өтемін, бірақ сіздер ол сабақты ала отырып, өздеріңіз түрлі әдіс тәсілдерді қосып, балдарыңызға қызықтығып жеткізсеңіздер болады. Сол әдістің бір тәсілімен сіздермен бөлісейін. Мен мысалы өткен сабақтарды, яғни үй тапсырмасын сұрау мақсатында балаларға қазіргі қолданылып жүрген Word, көптеген ақпараттық, яғни интерактивті тақтамен жұмыс жасайтын ойындар өте көп. Соның бірі ретінде сіздерге көрсету мақсатында осы сабақтың алдында түсіндіріп өтейін дедім. Мысалы мен қазір біз бірінші сыныптарда жуан дауыстылармен, жіңішке дауыстылармен, буындармен танысып жатырмыз. Солар бойынша балалардан өткенді қайталау мақсатында үй тапсырмасын сұраймыз.
жуан дауысты сөздерді тап. Балалар өздері біледі. Мысалға, тақтада тұрып осы сұрақтарға жауап береді. Мысалы, мына жерде жуан дауысты сөз тышқан. Осылай балдар өздері басады. Бұған кірген кезде өзі қызықты дыбыстар шығарып, баланы сабаққа деген қызығушылығын арттырады. Жіңішке дауысты дыбыс. Жуан дауысты әріптерді белгіле. Балалар өздері шығып, топпен, мысалы сыныбыңызда қанша бала бар, барлығын қамтитын болсаңыз, немесе жеке жұмыс арқылы жасасаңыз болады. Жіңішке дауыстыларды белгіле. Осылай сұрақтарды қойып, балаларға жасай бересіз. Осылай жасай берсеңіздер болады.